Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің қарастыратын есебіміз арифметикалық прогрессияға байланысты. Алдыңғы сабақта біз теориясын айтып шықтық, енді бүгін практикалық сабақ. Яғни бірінші есептің берілген шартымен толық түсіндіріп шығайын. А11, яғни 11-ші мүшесі 23-ке тең, А21, 21-ші мүшесі 43-ке тең. Осы арифметикалық прогрессияның алғашқы 10 мүшесінің қосындысын тап дейді. Енді бізге негізгі шешу үшін бізге негізгі керек формуланы жазып қояйық. АН А1 қосылған N-1 көбейтілген D. Және қосындысының формуласы бізде жатқа білуіміз керек. А1 қосылған АН бөлінген 2 көбейтілген N. Осы екі формуланы білсеңіздер, барлық арифметикалық прогрессияны тез жылдам шеше аласыздар. Енді біз есепті шешуіміз үшін бізде бірінші мүшеде айырымдар жоқ болғандықтан біз мына берілген есепке қайта тоқталамыз. А21 дегеніміз ол А1 қосылған 20D. А11 де отырғанымыз А1 қосылған 10D. Енді осы жүйені қарастырайық. А21 деген жерге 43 тең болады А1 қосылған 20D. А11 деген жерге 23 тең А1 қосылған 10D. Енді жүйені мүшелеп алайық. 43-тен 23-ті алатын болсақ 20. А1 мен А1 қысқарып кетеді. 20-дан 10-ды алатын болсақ бізде 10D болады. Мына жерде D деген айнымалы мен санның ортасында білесіздер, көбейту таңбасы бар. Сол себепті біздің D-міз біздің 2-ге тең болады. 20-ны 10-ға бөлеміз, 2 болды. Бізде айырым табылды. Енді есеп шығару үшін бізге бірінші мүше керек. Сол себепті бірінші мүшені табайық. Енді біз екінші өрнекті пайдалансақ болады. 23 тең А1 қосылған 10 көбейтілген 2. Осы жерден А1 табамыз. 10 мен 2-ні көбейтсек 20. 20 теңдіктің екінші бетіне шыққанда қарама-қарсы таңбамен шығады. 23-тен 20 аламыз. Сол кезде бізде 3. Бізде бірінші мүшеміз шықты. Енді S10 тең болады формула бойынша А1 қосылған А10 бөлінген 2 көбейтілген 10. Енді былай жазамыз. А1, А10 дегенді А10-ның орнына А1 қосылған 9-ны жазамыз. Содан А1 қосылған 9D бөлінген 2 көбейтілген 10. Екеуін қысқартып жіберейік, 5 болады. Енді есептейік. Бізде бөлшек жоқ. А1-ге А1-ді қоссақ 2А1 қосылған 9D көбейтілген 5. 2 А1 деген біздің есебіміз бойынша 3-ке тең. 3 қосылған 9 көбейтілген 2 көбейтілген 5 жақын сыртындағы 6 болады. 6-ға 18-ді қоссақ 24 болады. 24-ті 5-ке көбейтетін болсақ бізде 120 шығады. Сонымен жауабы S10 алғашқы 10 мүшесінің қосындысы 120 деген санға тең болды. Түсінікті болса, дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар болады. Және түсінбей қалған жерлеріңіз болса, астында комментарияға жазып кетсеңіздер де болады. Жақсы, сау болыңыздар.